А мне просто повторяются. Бірақ рет сызасың. Сколько раз? Жарайды, жақсы далара. Өркениет, жақсы. Өте жақсы. Так, Андреас, қандай тірек сөздерді таптың? Оқы. Геродот, тумар, мал, жауынгер, Мал шаруашылығы. Мал емес, мал шаруашылығы. Жақсы, ақырет. Так, жарайды, жақсы. Василиса? сақта, геродот, тумар, мал, батыл, адыл, жауынгер. Жарайды, жақсы, жарайсың. Лиза? Сіздер кішпелер, сақтар, сүгіш, жауынгер, мал, пәлішалар, геродот, патшайым, адыл, бейбітшілік, батыл. Батыл, өте жақсы. Вита? Тірек сөздер тумар, жауынгер, адыл, патшайым, өркениет, геродот, сақтар, батыл. Батыл, өте жақсы. Жарайсыңдар, жарайсыңдар балалар. Енді осы сөздермен сөз тіркесінен кейін сөйлем құрастырайық. Ол үшін дәптерімізді ашамыз. Жазбаша жұмыс бұл. Сонымен бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 12-сі. Сынып жұмысы. Жақсы. Сынып жұмысы. Түсінікті, тапсырма. Міне тірек сөздерден сөз тіркесін жасаймыз. Сөз тіркесінен сөйлем құрастырамыз. Бала, 2 тірек сөз жетеді. 2 тірек сөз. Түсінікті ме? Тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Ал 2 минут уақыт. 2 минут уақыт. Тірек сөздерден 2 тірек сөз тіркесі, сөйлем. Түсінікті ме? Бірінші абзацта Тумарды әкесі тәрбиелейтіні туралы айтылады. Екінші абзацта Тумар соғыс өнеріне жаттыға бастағаны туралы айтылады. Бастағаны айтылады. Туралы айтылады. Кир көшпелілер сізіне елші жіберді. Бірінші абзацта Тумардың аты тарихта қалғаны. Жақсы балалар. Ал енді саралау тапсырмаларын орындаймыз. А деңгейлі тапсырмалар, Б деңгейлі тапсырмалар және С деңгейлі тапсырмалар. Осы тапсырмалардың бірін таңдап, орындайсың. Қандай деңгейді орындадың? А. Мәтіннің атауы Тумар патшайым негізгі ақпарат. Сақ патшайымы Тумар Ішпекайдың ұрпағы, Мадейдің шәрбесі Сыпардың қызы. Кішкентай қызы әкесі тәрбиелді. Және қосымша ақпарат. Әкесімен бірге жолдардан бірнеше рет қашып құтылған. Сен қандай деңгейді таңдап орындадың? Мен С деңгейі синоним сөздер ежелгі көне, қайтыс болды, дүниеден өтті. Елші, жаушы. Сөйлем. Тұмардың анасы дүниеден өтті. Синоним сөз дүниеден өтті. Кирдің жаушысы сақтарға барды. Синоним сөз жаушы.
көне жазбаларда Томирис туралы жазылды. Синоним сөз көне. Жақсы, жарайсың, Амина, рахмет.